Алмай келейін деп жатыр. Сұлтанның қолдары мен көп, ол алмай келейін деп жатыр. Сұлтан, сенің бұл қылығың дұрыс емес. Біздің балалар қолымызда көрінбейтін микробтар бар. Ал сол микробтарды зерттеуге болады екен. Сендер зерттегілерің келе ме? Иә. Ал кеттік онда зертханаға. Балалар, менің зертханама қош келдіңдер. Балалар, біздің зертханамыз қандай әдемі. Қараңдаршы балалар. Енді балалар, біздің қолымызда көрінбейтін микробтар бар. Балалар, жаңа сендер аулада ойнап жүргенде оны байқаған боларсыздар, иә? Байқадық па, әлде байқамадық па? Байқамадық. Біздің қолымыздағы микробтар көрінбейді екен. Енді сол микробтарды қазір зерттеу үшін мен сендерге мынандай құралдар дайындап қойдым. Сендерге қызық па? Иә. Ал ендеше бастаймыз. Балалар, біздің қолымыз лас болса, біздер не істейміз? Дұрыс, жуамыз. Ал біздер қолымызды жуу үшін біздерге не көмектеседі? Сабынмен су. Дұрыс, біздің қолымыз таза болу үшін бізге сабын мен су көмектеседі екен. Ендеше балалар, менің алдымда мынандай екі ыдыс бар. Қараңдаршы. Енді біздер қолымыздағы микробтарды көру үшін қазір мына ыдысқа су құямыз. Сосын микробтарды қалай көрінетінін бақылаймыз. Көреміз ба? Иә. Ендеше мына ыдысқа қазір мен су құяйын. Қараңдаршы. Ыдысқа мен су құйдым. Біздің қолымыз таза болу үшін су қажет екен. Ал енді балалар, мына сүлгіні қазір мына суға салып көріңдерші. Не болатынын байқайық. Ал, қайки. Ой балалар, қараңдаршы. Мына жерде біздің алақанымызда қаншама микробтар бар екен. Байқадыңдар ма? Иә. Көрдіңдер ме балалар? Сондықтан біздер әрдайым қолымызды сумен жуып жүруіміз керек екен. Ал балалар, енді біздің екінші зерттеуіміз мынада екен. Балалар, біздің қолымыздағы көрінбейтін ластарды біздер байқамаймыз, бірақ та оларды тазалауға болады екен. Қазір мен сендерге осы ластарға тазалау үшін не көмектеседі дедік жаңа? Сабынмен сабын. Дұрыс, сабын мен суды кетіреді екен. Ал ендеше қазір біздің екінші зерттеуіміз мынада екен. Мына ыдысқа қазір мен суды құямын. Және де мына ласты саламын. Ал содан салып күштен. Жайдап салайық. Ал кәнекей. Біздің алақанымыз лас болып қалды, иә? Қараңдаршы. Ал мына сен де салып көр. Саламын. Ал енді балалар, бұл ласты кетіру үшін бізге не керек балалар? Сабын. Дұрыс, сабын керек екен. Ал қайки, алақанымызды берейік, саусағымызды берейік. Мен сендерге қазір сабынды осылай тамызып беремін. Саусағын бере ғой. Ал енді осы ласты кетіреміз. Ал саусағымызды батырамыз. Тек үстіне батырамыз. Балалар, қараңдаршы, ластардың барлығы не істеп жатыр? Кетіп жатыр. Біздің қолымыз қандай болып жатыр? Қандай болып жатыр? Тап-таза болып тазаланды екен. Ал қанекей қолымызды сүртумен сырталап алайық. Мінекей балалар, біздің екінші зерттеуіміз осындай болды. Балалар, енді жаңа мен сендерге айттым да, қолымызды біздер сумен, сабынмен тазалаймыз, иә? Ал егер де біздер аулада жүрсек, біздің қолымызда су, сабын болмаса, біздер мынадай салфетканы, сулы салфетканы пайдалануға болады екен, иә? Қазір осы салфетка арқылы біздер қолымызды тап-таза етіп тазалаймыз, балалар. Ал қанекей көрейік. Ал қанекей, қараңдаршы балалар, біздің алақанымыз лас болып қалған екен. Ал қанекей көрейікші, осы сүлгімен сүртсек кете ме екен? Ал, бақылап көрейік. Сүртейік. Ой, тамаша. Қандай тап-таза болды да? Алыңыз? Сенің алақаның тазарды ма? Иә. Тазарды, тамаша. Ал, қараңдар балалар, біздің алақанымыз тап-таза болды, иә? Иә. Мінекей, балалар, біздер су және сабын арқылы қолымызды тазалап жүрсек, біздің алақанымыз қандай болады? Тап-таза. Тап-таза болады. Тазалық, денсаулық кепілі екен. Сендерге бүгінгі зертханамыздағы зерттеу жұмысымыз ұнады ма? Иә. Жарайды, рахмет сендерге.